Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді тамақ дайындаймыз. Алдымен ұнымызға тұзымызды салып, оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып, және жылы суымызды құйып, жақсылап орташа тығыздықта қамыр илеп аламыз. Қамырымызды жақсылап илегеннен кейін тындырып қоямыз. Енді тамаққа кірісеміз. Алдымен пиязымызды, еттерімізді турап аламыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құямыз. Оның үстіне туралған етімізді салып, жақсылап 15 минуттай қуырамыз. Етіміз қуырылғаннан кейін үстіне сарымсақты және де пиязды салып, тағы да 2-3 минуттай қуырамыз. Үстіне 4-1 етіп туралған сәбізімізді тураймыз. Одан кейін 4-1 етіп туралған картопымызды саламыз. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Ендігі кезекте тәтті болгар бұрышын қосамыз. 1 қасақ томат пастасын қосамыз. Дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды және де паприкамызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, біздің көкөністеріміз батып тұратындай су құямыз. Және де 20-30 минутқа баяу отқа қоямыз. Енді тынып, иі қанып тұрған қамырымызды жұқаша етіп жайып аламыз. Біз қамырымызды жақсылап жайып алғаннан кейін үстіне сұйық майды құйып, барлық жеріне түгелдей жағып шығамыз. Енді барлығын 4-1 бөліктерге бөлеміз. Осылай ыдыстарға біздің туралған нандарымызды қойып аламыз. Енді бұл кезде біздің тамағымыз пісіп, дайын болып қалды. Үстіне осы жұқалап жайылған қамырларымызды орналастырып шығамыз. Осылай сәл-сәл созыңқырап орналастырыңыздар. Барлығының бірінің үстіне кезекпен кезек қойып, қазанымыздың қақпағын жауып, тағы да 15 минутқа қоямыз. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Өте дәмді, өте тойымды тағамға ас. Бетін түрлі шөптермен әсемдесеңіз де артықтық етпейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза Тілеулес. Арнамда басқа да каналдарда рецепттерді көре аласыздар.